Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен хит болған кешкі астың рецебімен бөлісемін. Ең бірінші подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыз. Ыдысқа жылы су 200 мл және жылы сүт 100 мл, одан кейін ашытқыны және 1 шай қасық көлеміндегі қантты, 2 ас қасық көлеміндегі сұйық майды және құйып араластырып алатын боламыз. Одан кейін осылай ұнға 1 шай қасықтай тұзды салып араластырып, жаңағы сұйық массамыздың үстіне салып қамыр илейтін боламыз. Қамыр сондай жұмсақ, дәмді, ерекше булочка дайындайтын боламыз. Яғни осы тағамның басты негізі бұл булочкасы. Кереметтей болып шығады. Осылай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр иленетін болады. Осылай басын біріктіріп алатын боламыз. Қамыр иленіп болғаннан кейін ең соңында бір 20 граммдай, бір шай қасықтың көлемінде сары майды салып, тағы да үстінен басып, қамыр илейтін боламыз. Бірыңғай текстура болған кезде қамырымызды пакетке салып, орап, жылы жерге қойып қоямыз. 1-1,5 сағаттың көлемінде қамыр көтерілетін болады. Содан кейін булочкаларды пісіре берсеңіздер болады. Мінекей, осылайынан жылы жерге қойып қоятын боламыз. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей, 1,5 сағаттан кейін біздің қамырымыз көтерілді. Осы күйінде ешқандай ұн, май қолданбаймыз. Қатты жұқаламай, осылайынан жайып, кесемен немесе өздеріңізде осылай дөңгелектейтін құрал болса, осылайынан дөңгелектеп аламыз өздеріңізге керекті мөлшерде. Негізі осылай кесенің көлеміндегі мөлшер өте дұрыс деп ойлаймын. Осылай дөңгелектеп алғаннан кейін арасына сұйық май жағып, бір-біріне осылай қосып, мантоварканың листтарына салатын боламыз. Мінекей, тағы да бір-екеуін көрсетейін. Осылайынан арасына май жағып, мантоварканың ыдысына саламыз. Мінекей, дайын болды. Менде осы қамырдан 18 дана булочка болды. Одан кейін мінекей арасына салатын салмасын жасаймыз. Аз ғана сұйық майға ұзынша етіп туралған тауық етін салып қуырып алатын боламыз. Мен тауық етін маринаттаған жоқпын, бірден осылайынан жасадым. Одан кейін үстіне дәмдеуіштер саламыз. Паприка, тұз, қара бұртшы салып, тағы да бір 7-8 минуттай қуырып алатын боламыз. Тауық етімен жасасаңыздар өте тез дайын болады, себебі тауық еті тез піседі. Немесе кез келген етті пайдалансаңыздар да болады. Одан кейін осының үстіне пиязды және ұсақ етіп туралған чеснокты салып, тағы да бір 2-3 минуттай қуырып алатын боламыз. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болады және отбасы мүшелеріңіз сондай қуанатын болады. Одан кейін сәбізді салып, тағы да араластыратын боламыз. Сәбізді міндетті түрде үккіштен өткізіп салыңыздар, тез піседі және жегенге де ыңғайлы. Одан кейін осылай бір сәбізді 3-4 минуттай қуырып аламыз да, үстіне 2 ас қасық көлемінде соевый соусты құйып, тағы да бір 3-4 минутқа қалдыратын боламыз. Қыздар, егер сіздерге рецепт ұнаса, поделиться батырмасын басып, өз құрбыларыңызбен бөлісіп қойсаңыздар да болады. Сәбіз қуырылып болғаннан кейін, сәл жұмсарғаннан кейін үстіне тәтті бұрыштарды салатын боламыз. Бір қызыл, бір жасыл тәтті бұрышты қолдандым. Барлық көкөністерді осылай ұзыншалап турап алатын боламыз. Жылы 1 кесе су құямыз. Мінекей, осылайынан 10 минутқа астын ақырын қойып қоямыз. 10 минуттан кейін біздің тағамдарымыз дайын. Мінекей, өте дәмді. Булочкалар мантоваркаға салғаннан кейін қыздар 25 минутта пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді. Булочкалары сондай жұмсақ, арасы оңай ашылады. Қараңыздар, мінекей, арасы оңай ашылады. Арасына салмасын салып, ұсына берсеңіздер болады. Өте керемет болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге рецепт ұнаса, лайк батырмасын басып, төменге комментариймен бөліссеңіздер болады. Міндетті түрде сіздерді жасап көріңіздер. Және де поделиться батырмасын басып, өз құрбыларыңызбен, туысқандарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.